саумал ішетін, қымыран ішетін. Бірақ ол кезде Қазақстанда жайылым өте бай болған, су көп болған. Кейін мына сырьевой придаток болып да, химический неше түрлі завод соққасын бізде су жоқ болып кетті, я? А былайша су көп болған кезде біздің мына кең даламызда жеміс жидектер өсетін, емдік қасиеті саңыраулақтар өсетін, да? Неше түрлі емдік қасиеті шөптер қазірде бар, бірақ өте аз, да? Жылқы, түйе, қой, сиыр жайылған кезде соны жейтін. И оның азанымен саумалын сауып, ішкен кезде, аш қарын ашкен кезде біздің бойымызға 90 түрлі табиғи тамақ, бабалардың бойына 90 түрлі табиғи тамақ қоспасы кіретін. И сондықтан біздің бабаларымыздың иммунитеті мықты болған, содан